Келінім баламды өзіме қарсы қойды. Маған келген хаттарда осындай жағдайларда бар екен. Алла сақтасын. Келін күйеуіне өтірік әңгімелер айтып, енесін жамандап, ана мен бала ортасын араздастырған. Келін қулық жасап, неше түрлі айлалар жасап, жігітті өз анасына қарсы айдап салған. Ал жігіт те оның құрсауына ілініп тұр ғой. Бұл жерде жігіттің аңқаулығы білініп тұр. Егер де енеде қандай да бір кемшіліктер болған күннің өзінде де келіннің мына жасағаны мүлдем дұрыс емес. Осындай баласы мен анасының ортасын алшақтатқан келіннің болашағы бұлыңғыр болары анық. Өйткені көзді ашып жұмғанша ол келін де ертең ене болады. Атаңа не істесең, алдыңа сол келеді деген рас. Енелерің аяғы жерге, басы елге сыймайтын сұмырай болса да, оның бір артықшылығы бар. Ол сен басыңды бір